сәлеметсіздер ме? Телефоныңызға жақсы бір номер немесе қосымша екінші номер іздеп жүрген болсаңыз, мысалы iPhone-ға, онда қазір біз Алтелден қалай eSIM алуға болатынын, виртуальный SIM карта алуға болатынын көреміз. Алтелге кіреміз приложениесіне. Приложениеге кез келген номер арқылы, оператордың кез келген, немесе почта арқылы тіркелуге болады. Купить новый номер. Кірген деген мына жерден қаладан таңдайсыздар өздеріңіз. Мысалы мен шағын қала, бірақ Қостанай деп таңдай салам. Сосын мына жерден 700 немесе 708 таңдауға болады. Немесе оны істемей-ақ мына жерден номер жазсаңыздар болады. Мысалы өзіңізге қажетті бір жақсы номер таңдауға болады. Мысалы сонда мен не деп көрейін? 0808. Простой тарифінде показать еще мне әдемі номерлер табуға болады. 908, 708, 908, 0821. 0831. Міне 1000 теңге төлейтін крутой тарифінде 80-86, элитный. Осылай қарап шықсаңыз болады. Жақсы номер таңдауға болады өзіңізге. Мысалы 0701. Бұл простой 0 теңге болғанмен, тіпті тегін деген нәрсе емес. Тарифті қосып барып саласыз. Заказды берер, тариф қосасыз, міндетті түрде таңдаған кезде номер. Міне әдемі номерлер табуға болады. 700, 125, 21, 09. Крутой, да, тоже. Жақсы номерлер табуға болады. Осылай здесь жазып подбирать етіп көрсеңіздер болады. Мысалы 01. Крутой да шығады екен. Мысалы туған күн істей болады. Мысалы 1990 жылғымын, айым 03, туған күнім 16. Міне мен немді туған күн шығарып бітті. 790 0316 болсын, номерді алсам болады. Мысалы таңдадым. Обычный или eSIM екеуін біреуін таңдайсыз. Сосын мына жерден устройство таңдайсыз, қандай устройство керек. Мысалы Apple менде. Далее сосын персональный тариф таңдаймыз. Собрать тариф. Мысалы 12 гигабайт. Мына жерде міндетті түрде біреуін таңдауыңыз керек. Интернет трафиктің звонки на другие. Қалған нелерді таңдамай-ақ қойсаңыз да болады. Арғы кетер, мыналар таңдамасаңыз продолжить кнопка шықпайды. Осындай екеуін таңдамасаңыз продолжить. Сосын далее. Осы жерде тағы да ұсыныс жазылады, бірақ мен бұл корзина лақтыра салайын. Бронь действует на 1 час. Короче, 1 сағаттан кейін егер оформить үлгермесеңіз кетіп қалады. Өтілге оформить етпесеңіз, онда бұны корзинадан табуға болады. Мысалы корзинада тұр, мен бірақ оформить етпеймін. Менде номер алғам бұл жерден басқа. Промоут жазасыз, бірақ мен промоут таппадым деп оформить заказ. Далее. Телефон жазып ештеңе керек емес. Бұл жерге номер телефона дегенге. Бұл жерде пустой қала береді. Мына жерде сума жазылып тұр. Сосын мына жерге картаңыз номері тересіз. Айы жылы. Таңдау санды теретін боласыз карта тақсосын. Получить чек на email деп терсеңіз. Мысалы, почтаны жазыңыз ғой, телефон жазылып отырсын, оплатить басасыз. Арғай төленбейтін өтесіз, сосын төлейсіз. Төлегеннен кейін сіздің неңіз история заказды отырады. Заказыңыз. Сосын подробнее басасыз. Төлем жасалғаннан кейін показать QR-кодтың орнында басқа оформить деген жазу болады. Сосын оформитті басасыз. Басқаннан кейін сіздің удостоверениеңіздің бергі беті жаңарғы бетін түсіруге тура келеді. Соны түсіресіз. Түсіргеннен кейін көшені жазасыз. Сосын үйді
сосын квартира номерін жазасыз. Бірақ міндетті түрде мысалы сіз шағын қала тұрсаңыз, тізімде болмасақ, мысалы үлкен қалалардың арасында, онда сол үлкен қаладан бір көшемен жаза салсаңыз болады. Мен сөйттім, мысалы туысқанның бір номерін, үйдің номерімен адресін жаза салдым. Ошибкалар болуы мүмкін оформить ету кезінде. Менде ошибкалар болды, мысалы төлем жасау кезінде және оформить ету кезінде номерді төлем жасап болғаннан кейінгі. Ол кезеңдерде мен Алтелдің инстаграмдағы парақшасына жазып сұрап отырдым. Сол кезде айтты, ол техникалық приложениеде жұмыстар жүргізіліп жатыр, соның несінен деп. Оформить ететін күні бір-екі рет қателік болды. Содан кейін қайта қарап отырып басып отырып кетті келесі кезеңге. Одан кейін жаңағы номер оформить еткен кезде бір 2-3 күндей жүріп қалдым мен. Сонымен 5-6 күн ішінде алдым. Мүмкін сізде ондай кедергі болмайтын шығар, приложение ақы болмаса. Сондай кедергілер болуы мүмкін, соны естен шығармаңыздар. Номерді алу кезінде ешқайда шығудың және бір жерге барып алудың ондай қажеті жоқ. Үйде отырып оформить ете бересіз. Мен мына номерге заказ беріп алғам. Тіркейтін кезде показать QR-код дейсіз да, сосын QR-кодты далее басып, поделиться басып, почтаға жіберсеңіз болады. Немесе скрин жасап, басқа бір WhatsApp-тан басқа бір телефонға жіберіп, сосын телефонда, мысалы iPhone-да настройкада сотовый связь, добавить сотовый тариф, сосын жаңағы через телефоннан QR-кодты көрсетіп, сканерлесеңіз болады. Сосын номеріңіз сіздің қосылып дайын болады.